Армысыздар менің көрермендерім. Бүгін біз творожный пирог дайындаймыз. Ол үшін 350 грамм ұнымызға 200 грамм маргаринімізді салып, әбден езіп, бір-бірімен бірігіп ұнтақ болғанша екі қолдың көмегімен еземіз. Үстінен бір кішкене қасық қопсытқыш саламыз. Екі қолдың көмегімен осылай ұнтақтап еземіз. Ұнымыз бен маргариніміз әбден бірігуі қажет. Ал енді бірігіп тұрған ұн мен маргариннің үстіне бір жұмыртқамызды салып, 1,5 ас қасық қаймағымызды саламыз. 20% қаймақты салып, осылайша жылдам басын біріктіріп илейміз. Бұл қамырды көп илеуге болмайды. Басы біріккен соң қамырымызды 10-15 минут холодильникке қойып қоямыз. Тоңазытқышымызға апарып салып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. 500-600 граммдай творогымызға, сүзбемізге 150 грамм сахар салып, бір жұмыртқамызды салып, араластырамыз. Творогым менің ірі болғандықтан әбден езіп, осылайша езіп араластырамын. Маған қатты езіліп кеткенде ұнамайды, сондықтан мен өзіме ұнайтындай майдаладым. Дайын тұрған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Біреуін ірі, біреуін дәу, біреуін кіші қыламыз. Дәу бөлікті алып формамызға жайғастырамыз. Осылайша жайғастырамыз, ақырын-ақырын тартып, үстіп шет-шетін көтереміз. Орысша бортик дейді. Шет-шетін осындай форманың шетіне келтіріп, осылай жабыстырып, әдемелейміз. Бір тегіс қылып, бір қалыпты қылып жайғастырамыз. Қамырымыз жайғасып болған соң, үстіне творогтан жасалып тұрған, сүзбемізден жасалып тұрған салмамызды салып, бұны да бетіне жаямыз. Жайып болған соң, кішкентай жаңағы екінші бөлігіміз, кішкене бөлікті қамырды алып, оқтаймен жаямыз. Салманың бетіне жабу үшін керек бізге. Әркім өз қалауынша салманың бетін әрлей алады. Мен бүгін осылайша әрлеп көрейін деп шештім. Осылайша ақырындап формамыз жаңа салманың бетіне қоямыз. Осылайша жайғаймыз, әбден шет-шетін былай келтіріп, бәрін келтіріп, мына қалған қалдықтармен осындай баклажканың қақпағымен кестім мен, үстіп гүлдер жасаймыз. Сәндейміз әрлеп. Әркім өз қалауынша әрлей алады. Мен осылай жасап жатырмын бүгін.
жасап болдық. Енді пирогымыздың шет-шетін осылай әрлейміз. Пышақтың көмегімен, болмаса вилканың көмегімен бәрін біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Пирогымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын әдемелеп жағамыз. Алдын ала қызып дайын болып тұрған пешке пирогымызды саламыз. 180 градуста жарты сағатқа қоямыз. Пирогымыз пісіп дайын болды. Осылайша сыртындағы табанын, сыртқы формасын аламыз. Ақырын шетінен түртіп абайлап алыңыздар, сынып кетпесін. Шығарып алдық. Енді пирогымызды кесеміз. Жұмсақ, өте әдемі пирогымыз дайын. Кесіп көрсетемін сіздерге қандай пирог болғанын. Асты үсті қамырмен, ортасында творог. Пирогымыздың табанын ақырын осылай түртіп аламыз. Міне пирогымыз дайын. Өте тамаша, әдемі болып піскен, ауызда еритін пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болыңыздар. Осындай рецепттермен бөлісіп отырамын.